Алтыншы тапсырмада қабырғалары 4 см және 3 см болатын тіктөртбұрышсыз оның периметрі мен ауданын тап дейді. Неге осындай тіктөртбұрыш сызып алдық? Енді оның периметрін табудың формуласын еске түсіреміз. Тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып 2-ке көбейтуіміз керек. Енді орнына қояйық. А-ның орнында бізде 4 см, Б-ның орнында 3 см, екеуін қосып 2-ке көбейтеміз. Сонда периметрі шығады. Аудан табудың формуласы ұзындығы мен енін көбейту. Орнына қоямыз. 4 см көбейту 3 см. Сонда ауданы шығады. Келесі есепте бос орындарды толтыруымыз керек. Мінекей, мынандай 3 таңбалы сан мен келесі 3 таңбалы санды қосқанда, ондығы 9-ға тең болатын 3 таңбалы сан шығу керек. Мына жерде ондықтарға мән берейік. Ондықтарды қосқан кезде 8 шығу керек. Ал бізде 9 болып тұр. Сондықтан бірліктеріміз қосқанда 10-нан аттайтындай санды таңдап алуымыз керек. Ол үшін 5-ке қандай санды қосқанда 10-нан аттайды? Ол 5, 6, 7, 8, мына жерде сондай сандар болу керек. Біз соның біреуін таңдап алайық. 5-ті таңдап алайық. 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең 1 ойда. Мына екеуі 8, ойдағы мен 9. 3 пен 3-ті қосқанда 6-ға тең. Енді мына жерде 3 таңбалы саннан тағы бір 3 таңбалы санды азайтқанда бірлігі 4-ке, жүздігі 3-ке тең болатын сан шығу керек. Жүздіктен ондыққа, ондықтан бірлікке қарыз береміз. 10-нан 6-ны азайтсақ 4, мына жерде 9 қалды, 9-дан 9-ды азайтсақ 0 қалады. Мына жерде 4 қалды, 4-тен қандай санды азайтсақ 3 қалады, ол 1. Келесі, мына бір 3 таңбалы санға келесі 3 таңбалы санды қосқанда 630 шығу керек. Ал таңдаймыз. 6-ға 4 қосқанда 10 болады 1 ойда. Оған 5 қоссақ 6, 6-ға қандай санды қоссақ 3 бар сан шығады. Ол бізде 7 деген сан. 1 ойда. Енді мына жердегі санды шығарып алуымыз керек. Ойдағы санды қоссақ 4, 4-ке қандай санды қоссақ 6, ол 2. Мыңнан 3 таңбалы санды азайтқанда мінекей бірлігі 3 жүздігі бар сан шығу керек. Мына жерден 10 жүздіктен ондыққа, ондықтан бірлікке майдалаймыз. 10-нан 9-ды азайтсақ 1, мына жерде 9 қалды. 9-дан қандай санды азайтсақ болады. 9-дан кез келген санды азайтайық. Одан 8-ді азайтайық. 9-дан 8-ді азайтсақ 1 қалады. Мына жерде бізде 9 қалды. 9-дан қай санды азайтқанда 3 қалады. 6 деген санды азайтқанда 3 қалады. Міне осылай етіп толықтырамыз. Пайдалы болса, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер.